Konnichiwa, Japoniyaga qo'sh keldingizlar. Menмен birga Japoniyani sayohatlasangizlar, o'sha videoni sonuna дейін ko'ringizlar. Біздің Жапонияға саяхатымыз Осака қаласынан басталды. Орналасқан отелімізде ең бірінші рет таңғы ас іштік. Сол кездегі мен есімде қалған ең басты сәттердің бірі өте тойымсыз тамақтар болды. Қанша жесем де тойымдылық сезімі болмады. Таңғы асқа тек сухой завтрак, яичница, жанына салат, нанға қосып жейтін май, джем және бал ғана болды. Мүмкін мына отель онша емес болғандықтан завтрак осындай шығар деп ойлаған мен, жоқ. Кейінгі барлық отельдерде де осындай тойымсыз завтрактар күтті мені. Жапонияға келе сала менің аллергиям өте қатты ұстады. Сондықтан өзім ішетін таблеткаларымды, мұрныма себетін дәрімді сеуіп жүрдім. Міне мен образым дайын, осылай шығам. Футболка, кофта, далада 20 градус деп тұр. Джинсы және аяғыма қазір бір скетчерс тігемін. Ал біз қалаға кеттік. Сөйтіп міне Ануар екеуміз де Universal студияға келіп жеттік. Жалпы бұл студия Америкадан шалғайда ашылған бірінші студиялардың бірі екен. Бұл орталық американдық компанияға толығымен тиесілі. Саябақтағы атақты аумақтардың бірі Голливуд, парк юрского периода, Гарри Поттер әлемі және Марио әлемі. Жолдасым Гарри Поттердің жанкүйері болғандықтан бірінші Гарри Поттер әлеміне кіруді шештік. Гарри Поттерді мен де көргенмін. Декорациялардың шынайылығы соншалықты. Гарри Поттер осы жерде түсірілді десе шынымен сенер едім. Гермионаның көйлегі. Меч Гриффиндорца. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін Гарри Поттер шопына, яғни магазинына келдік. Осындай керемет жилеттарды барлығы киіп жүр екен. Бағасы 48 мың теңгеге. Гриффиндор, Слизерин, Равенкло и Хаффлпаф барлығы осылай. Керемет тігілген негізі. Бірақ 48 мың теңгеге бола тұра аламыз ба алмаймыз әлі шешпедік. Ең соңғы кірген жеріміз Хогвартс қамалы болды. Оның ішіне кіру үшін 1 сағаттық кезекте тұрып шықтық. Бірақ әрбір аттракцион шынымен де 1 сағат күтуге тұрарлық керемет әсер аластыр. Бүгін Жапонияның магазиндарынан не алғанымызды көрсетемін. Мынау попкорн, құлпынай және сүт дәмімен. Мынадай дәмді өте. Карамельден қатты айырмашылығы жоқ. Мынау сүт банан дәмдеуішмен. Біздің коктейлға жетпейді. Банан, андай нағыз банан дәмі емес, искусственный банан сияқты. Мынадай суфле алдым. Қалай айтсам болады, бір панакота деген сияқты бір нелер бар ғой, желе сияқты. Сондай. Менде қасық жоқ енді. Өте дәмді. Маған қатты ұнады.
Осының түрі тұр магазинде. Кешке менің қарным ашып, жапондық фастфуд жегім келді. Содан такояки деген затты көзіме түсті. Соны сатып алдым. Ішінде осьминогтың аяқтары бар, сырты омлет секілді бір жартылай шикізат. Сондай дәмсіз, негізі кешке қарын ашып тұрған кезде білмейтін затты алмай қойған дұрыс екен шетелде. Сөйтіп келесі күні Киото қаласына да келіп жеттік. Киотода тоқтаған отеліміз манга тематикасындағы отель болды. Бұл жерде өте көптеген мангалар болды. Және де номерге өзімен бірге 10 манга алып оқуға рұқсат берілді. Маған аса манга ұнамайды екен, біреуін алып оқып көрдім. Қатты қызық болмады. Мына жерде Ануар екеуміз енді қазір қай жаққа барамыз деп шешіп жатырмыз. Ал енді бізге түскен номерді көрейік. Көп отельдарда терезе ашуға тыйым салынады. Кішкентай болса да барлық қажет заттар бар. Маған қызық заттардың бірі туалеті болды. Ол жерде өте көп кнопкалар бар. Ал қолды жылы сумен жуу үшін суық суды бір, ыстық суды бір ағызудың қажет жоқ. Мына жерде керекті температураны қосып аласыз. Содан кейін қай жерге су беру керек, қол жуғышқа ма, душқа ма, соны таңдау ғана жеткілікті. Киото қаласында ең бірінші барған жеріміз Ничо сарайы болды. Егер менің ағылшыншам мені алдамаған болса, бұл сарайда Киото префектурасының мэрі 17 ғасырда өмір сүрген Токугава салғызған екен. Сарайдың мына кіреберісі ЮНЕСКО-ның қорғауында екен. Мен осындай аудиогид алып алдым. Сарайдың ішінде фото-видеоға түсіруге болмайды. Практически іші пустой. Тек қана өз заманының трендіне сай атақты жапон суретшілерінің бейнелеу өнерімен салынған түс қағаздар бар. Осы экскурсияда түсінген басты затым, мен ценитель искусства емес екенмін. Келесі күні біз мен ең қатты барғым келген жерге бардық. Жапонияда адамдар метроны кезекте тұрып күткенді жақсы көреді екен. Ал метроның іші тып-тыныш. Біздің келген жеріміз Фушими Инари ғибадатханасы деп аталады. Храмға кірмей тұрып, Ануар екеуміз кимононы жалға алдық. Өзім киген кимоно маған өте қатты ұнады. Өзімді бір гейша сияқты сезіндім. Бұл храмға барып келдік, енді суши жеуде очередьте тұрмыз. Я осыны алайын. Кафенің іші кішкентай қарапайым жапонның дәстүрлі стилінде жасалған. Ресторанға кірген кезде әуелі бізге тегін шай ұсынды. Артымызда отырған Қытай аға тәтемен біраз сөйлестік. Сегун. Шай ішіп жатыр, шай. Біраздан кейін тамағымызды да алып келді. Жалпы Жапонияда тамақ маған қатты ұнады деп айта алмаймын. Мысалға мына жерде бидай, нан өнімінен ештеңке жоқ. Лапшасының өзі гречка толеристан жасалған. Тамақ низкокалорийный болғандықтан біраз уақыттан соң қайттан қарнын ашады. Сондықтан Ануар екеуміз күнде кешке номерімізді 5 пакет жейтінбіз. Біз қазір бамбук орманына бара жатырмыз. Мынадай қарапайым районда орналасқан екен.
дәмін көреміз. Дәмі қалай екен? Сырты мочидің сырты и тәтті сироп. Ұнады ма? Ну, нормально. Жапондықтар шай ішпейді екен. Біз ондай сүтті шайды Starbucks және соған ұқсаған басқа кофе жоптардан алып ішіп жүрдік. Киотода біз тағы бір отельде тоқтадық. Өте ескі отель екен, бірақ өте шик, сондай салынған. Гэтсби заманына түскендей болдым. Гэтсби әлде Титаник. Кешкілік шайымыз. Міне өткен жолғы қалған осындай тәттілер қалды. Қазір міне мен өзім шайымды алып аламыз. Қазір Ануар екеуміз шай ішіп аламыз. Шипала. Қандай жұмсақ мүйіздері. Қалуға болады ма? Иіліп жатыр мынау. Иілсей сенде. Келесі күні біз Синкансен деген скоростной пойызбен Токио қаласына шықтық. Токио қаласында роботтары бар отельге орналастық. Робот деген тек аты ғана, отырып өз-өзінен сөйлеп отырады екеуі. Ал чекинді өзіміз жасаймыз. Жоқ. Терезесінен осындай көрініс ашылады. Ал біз болсақ жүгімізді отельге тастап, атақты Сибуя көшесіне кеттік. Әйгілі перекресткті жоғарыдан қарау үшін соның жанындағы Starbucksқа кірдік. Starbucks'тан кофе сатып алмасаң, терезеден қарап Сибуя перекресткін түсіруге болмайды. Біз бір өте шумный кафеге келдік, Акихабара районында. Өте шулы, необычно. Обычно жапондықтар өте тыныш отыратын халық. Қызық. О жердегі тамақ маған қатты ұнады. Бұл жерде пельмен және де шашлыктар халал. Келесі күні біз заманауи өнер музейіне бардық. Оның билетін мен 1 ай бұрын сатып алған болатынмын. Қаланың арғы шетінде орналасқан екен. Музейдағы барлық инсталляциялар
денемен сезу, құлақпен есту, көзбен көру болғандықтан жалаң аяқ жүру керек болды. Жалпы музей маған ұнады. Жапониядағы қызық жайттардың бірі, адамдар эскалатормен көтерілгенде тек бір жақтан ғана тұрады, мысалға сол жақтан ғана. Соның арқасында асығып тұрған адамдар еш кедергісіз тезірек өте алады. Тағы бір айтатын жайт, Жапонияда ереже деген өте көп. Мысалға мен бір милкшейк алдым, оны тек сол магазиннің жанында ғана ішіп бітіру керек болды. Жолдасым маған ашуланады, неге сен олар тыңдайсың, сен жүре бер, бәрі жүре береді деп. Мен айтам, жоқ, мен ереже болған соң мен оны бұзбау керекпін, мен соны орындаймын деп солай жүрдім. Токионың Акихабара ауданын бұрын электроқала деп атайтын. Себебі бұрындары бұл жерде тек электроника сатылатын. Ал қазір бұл жерде атаку субкультурасының адамдары жиналады. Атаку субкультурасына манга, аниме, косплей жақсы көретін адамдар кіреді. Білмеймін, жолдасым ұнады ма, ұнамады ма, әйтеуір маған өте қатты ұнады. Өте қызық район, өзім балалық шағым есіме түсіп кетті. Асықпа. Оны деп едің ғой. Кетті ау. Фуджиға да келіп жеттік. Қазір міне бара жатырмыз. Мен қатты тоңдым. Өйткені білген жоқпын осындай суық болатынын. Айтқан прогноз погода бойынша жылы болады деді. Сосын мен жұқа кофтамды киіп алдым. Суық шыдатпай қойды. Мен тоңғақпын, содан осындай кофта сатып алдым. Содан кейін қазір және жолдан осындай сүт сатып алдым, ыстық. Өте әдемі. Ой, ана Фудзи тауына шығатын ер 396 баспалдақтан көтерілу керек екен. Біз где-то 50 өттік. Уже демім тарылып, ентігіп қалдым. Өкінішке орай, ауа райы бойынша онша түспей қалдық. Бүгін күн бұлтты болғандықтан Фудзи тауын көре алмай кеттік. Әттен осындай фотом болғанын қалап едім. Қалаға қайтатын пойызымызға әлі 3 сағат бар. Сондықтан және жолдан бір аттракцион көргенбіз. Соған каченіп бір қайтайық дедік. Бұл аттракцион Гиннестің рекорд кітабына енген екен.
Өзіміз үйреніп алған 1 сағат очередімізді күтіп отырдық аттракционымызға. Өмірімдегі ең қорқынышты аттракцион болды, шын айтайын. Ануар массаж жасатып жатыр. 200 йенға 600 теңге. Массажный кресло бар, біздікінен жақсы екен. Осымен біздің Жапонияға саяхатымыз аяқталды. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ұнаса лайк басып, коммент жазып, менің арнама тіркеліңіздер.